Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2020 жылы шыққан шынайы оқиғаға негізделген Побег из Претории фильмін қысқаша айтып беремін. 1979 жылы Тим Дженкин және Стивен Ли есімді екі белсенді көшеде апартеидке қарсы акция ұйымдастырып, Претория қаласындағы қатал түрмелердің біріне үлкен мерзімге қамалады. Олар бостандыққа әзірге шықпайтынын біліп, түрмеге түскеннен қашу туралы ойлай бастайды. Түрменің қабырғалары 6 метр және тікенді сымдармен оралған, қаруланған күзеттер және түнімен жанып тұратын прожекторлар бар. Басында оларға Леонардо есімді жігіт қосылады. Кейін басқа тұтқындар да оларға көмектеседі. Тим құлыптың тереңдігін өлшеп, ағаштан кілт жасап көрмекші болады. Оған керек заттарды жұмыс жасап жүрген ұстаханадан алады. Ол идеясы жайлы Леонардоға айтқанда, одан жындысың ба деген жауап алады. Оның айтуынша кілттерді темірден тектен-тек жасамайды. Бірақ Тим қолынан келетініне сенімді болды. Бірақ оған қандай кілттер керек екенін білу керек болды. Ал оларды білдіртпей алу мүмкін емес. Тимнің ойына басқа тәсіл келеді. Ол күнде күзетті көрген кезде кілтке қарап тұрып, оның пішінін жаттап алады. Бұдан басқа тәсіл жоқ еді. Ол ұстаханада жұмыс кезінде білдіртпей кілт жасайды. Енді оны алып шығу керек. Тим кілтті шүберектің арасына жасырып, термостың ішіне тығып қояды. Күзет оны байқамай қалады. Сол түні ол есікті ашады. Келесі есік одан да қиындау болады. Тим күзеттің кілтіне қарап, ағаштың тағы біреуін жасайды. Тазалау кезінде ол кілтті тексеріп көреді және есіктің құлпы ашылады. Бірақ ағаш кілт сынып қалады. Құлыпты орнына апара алмай, Тим оны солай қалдырады. Ал күзет оны өзім ұмытып кеттім деп ойлап, құлыпты орнына қояды және ештеңе білмей қалады. Тим ол кілтті қайдадан жасау жолын және есіктің арғы жағынан ашуды ойлайды. Леонардоның айтуынша, өзінде бар жіппен кілтті байлап құлыпқа тығу арқылы ашуға болады. Бірақ бұл идея іске аспайды, себебі кілтті бұрау керек. Күзетте олардың гүбірлеген әңгімесінен күдіктенетін секілді. Бір кезде оларға бір ой келеді. Олар құлыпты швабра арқылы ашуды ойлап табады. Олар швабраға кілтті бұрайтын ағашты бекітеді. Ал күзет одан еш күдіктенбейді, себебі оны жай ілгіш деп ойлайды. Сөйтіп Тим ол арқылы 3 есікті ашады. Түрмедегі басқа адамдар әлі неше есік ашатынымыз белгісіз деп қаша алатындарына күдіктене бастайды. Одан бөлек бостандыққа шыққаннан кейін де қайда барарын, киім қайдан алатынын білмейді. Тимнің айтуынша, олар 3 есікті аша алса, онда 20 есікті де ашады. Тим қара нәсілді адамнан көмек сұрап, соның арқасында кепка мен киім алады. Ал қоқыс темірден манекенге ұқсас зат жасайды. Оның себебі көрпе астында ұйықтап жатқан адам деп ойлау үшін. Ал газеттен түрме маңындағы жерлерді қарап, қашуды жоспарлайды. Осы кезден бастап олар әр түні есіктерді ашып шығуға жақындай береді. Сөйтіп жүргенде олар ұсталып қалуға сәл қалады. Тим, Алекс екеуі кішкентай қоймаға тығылып қалады. Ал күзет олардың дәл қасынан өтеді. Қиын жері, күзет өткен кезде қойманың есігін жауып тұру керек. Ал оның ұстайтын жері жоқ. Бір жағынан есікті сәл қимылдатсаң, оның сықырлаған дауысы шығады. Бірақ күзетке ұсталмайды. Тексеріс күндерінің бірінде күзет Тим жатқан жерден кілттің сынығын тауып алады. Бірақ Тим олар сенетіндей өтірік айтып, құтылып кетеді. Ол оны сурет қойғыш дейді. Осыдан кейін ол қатты уайымдап, түнімен ұйықтай алмай қалады. Содан кейін әр жерге жасыратын болды. Соңғы бірнеше айда олар 39 кілт жасаған. Олар камераларынан шығып, дәлізден бақылау пунктіне 404 рет шыққан және ұсталмаған. Тим қашуға шешім қабылдайды және осы уақытта іште айналып жүретін күзетші әжетханаға барады. Дәл осы кезде әжетхана бітеліп қалады. Оны тек қоймадағы вандузбен тазалауға болады. Сол жерде күзетші есікті ұстауға арналған сымды тауып алады. Олар астында күзетші бар екенін білмейді. Олар тағы да қоймаға тығылады, ал күзетші әжетханадан шыққасын қоймаға қайтып келеді. Тұтқындардың біреуі жарықты өшіріп, күзетті шақыру арқылы оларды құтқарып қалады. Күзет үстіне кеткенде Тим қасындағылармен барлық есіктен өтіп, соңғысына келеді. Сол есіктен сыртқа ашық тұрған қақпаны көреді. Олар кілттердің біреуі құлыпты ашады деп ойлады, бірақ ешқайсысы келмейді. Олар артқа қайтуды ойлай бастайды, бірақ Леонардо берілгісі келмейді. Олар есікті сындырып, ашып, қақпадан шығып кетті. Таксиге ақшасын беріп, ол жерден қашып кетті. Апартеид режимі құлағасын олар ақталды. Қашқаннан кейін олар Лондонға барып, белсенділік бағытын жалғастыра берді. Апартеид режимі олар қашқаннан кейін 15 жылдан кейін 1994 жылы құлаған. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіздер.
сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.